Сәлем достар. Негізі бүгін нейрондар туралы шамалы тоқталып өтсек, адамның 95% нейрондарымыз ұйықтап жатады деп айттық өткенде. 5% күнделікті қолданып жүреді екенбіз. 5%-ын нейрондар қай кезде қозғалады көбіне? Нейрондар адам өзінің кемшілігін, қателігін түсінген кезде нейрондар ояна бастайды екен. Мысалы, бір миға қан құйылып кетіп, адам бір стресс жағдайға түсіп, бір инсульт алып жатады, осы кезде нейрондардың жарылысы болады екен да. Адам өзінің кемшілігін, осы бір жағдайға деген өзінің себепші екенін түсініп, бір қиналысқа түскен кезде сол жағдайлар жүзеге асып жатады. Бірақ сондай бір ауыр жағдайға жеткізбей-ақ нейрондарды оятуға болатын әдістер өте көп. Ол қалай? Ол деген мысалы біз күнделікті өмірде өзіміздің кемшілігімізді түсінбейміз. Біз өзімізге бір керемет, жақсы деп миымыз өзімізді мақтап жүреді. Сен жақсысың, сен бәрібір ми бізді адамды ақтап тұрады. Тәнді ми ақтап тұрады. Сенікі дұрыс дегендей. Бәрібір қанша дегенмен эго бәрібір мақтап тұрады. Енді қай кезде кемшілікті, адам өзінің бойындағы кемшілікті түсінеді? Басқалар айтқан кезде, жақындарыңыз, туыстарыңыз, жолдасыңыз, отбасыңыз, осылар арқылы біз түсінеді екенбіз. Яғни солар айтып жатқан кезде біз егер соларды қабылдап, соны олардың ойына түбіне дейін көз жүгіртетін болсақ, шын мәнінде бір шындықтың бар екеніне көзін жеткіземіз. Ол қалай болады? Ол үшін сіздің мысалы бір туысыңыз дейікші, сізге көңілі толмайтын, жыныңызға тиетін бір сөзді айтып жатқан кезде сіз үндемей тұруыңыз керек та. Үндемей тұрып, жаңағы ішіңізде мына сөздерді айту керек екен. Мен сені жақсы көремін, мен сені кешіремін, мен сенің ойындағыдай болмағаным үшін сен де мені кешір деп, осы мен саған бақыт тілеймін, мен саған жақсылық тілеймін деген осы сөздерді іштей қайталап айта беретін болсаңыз, сіздің адамның эгосы жеңіледі екен. Біздің эгомыз жеңіледі. Яғни тәкаппар эго, өз-өзін мақтай беретін эго, өз-өзін жақсы дейтін эго жеңіледі. Сіз сол кезде ана адам бірден, өзіңізде байқайтын боласыз, бірден сізге деген көзқарасы өзгере бастайды. Бұны көбіне ата-енемен қарым-қатынаста, отбасыда, достармен, туыстармен болсын, бар жерде, тіпті көшедегі адамдармен болсын, сізге бір жақпайтын сөздер айтып, бір кезекте тұрған кезде болса, осы сөзді іштей қайталап тұрсаңыз, адам өзінің эгосын, яғни тәкаппар ойын жеңеді екен. Қазір өмірде мәселелер не үшін болып жатыр деп ойлайсыздар? Көбіне адамдар, яғни менікі дұрыс деп қалған, адамдар менікі дұрыс, яғни бізде көбіне тәкаппарлық сезім басым адамдарда, эгоизм басым. Менікі дұрыс, мен жағдайым болса, менде бәрі болса, яғни мен бітпейді. Ал осы эгоны жеңудің жолы осы шамалы аффирмация екен. Сондықтан кішкене айналамызға осылай жақсы ойлар таратып, жақсы сөздерді іште айтып жүрген кезде өзгерістер орын ала бастайды. Осыны бүгіннен бастап тәжірибеде жасап көрсеңіздер болады. Егер осы ойлар ұнаса, YouTube каналға, осы Пайда KZ YouTube каналына тіркеліп қойыңыздар. Шамалы өзімнің білгенімен, тәжірибемен, ойлармен сіздермен бөлісіп отырамын. Егер пост ұнаса, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр Жұмабай қызы. Келесі бағдарламада кездескенше.